Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды. Енді жеңімпазы Жансая Әбдімәлік. Осы Жансая Әбдімәліктің шығармашылығымен бүгін танысайық. Бүгінгі қарсыласы Құрманғалиева Лия. Кеттік. Сарбаз негізгі орталыққа қойды. И5, АТФ, АЦ6, піл Б5. Бұл испан қорғанысы. Немесе Клозет Руй Лопес. А6, піл А4, АТФ6, патшаны сырғызды, піл И7, Д3. Жабық жүйелердің бірі, Штайнецтің сүйікті жүрістерінің бірі, Д3, Б5, былай және Д6. Дәл қазір әрине мына Б3-тегі пілдің көзін жоюға тырысады. А3, ондай мүмкіндік берілмейді. Испан пілі деп аталады, сол себепті. Патшаны сырғызды, АЦ3, піл Ж4. Вайлау әдісі. Піл И3, ат D4. Жедік және ат D5. С5. Біздің ең бастыбыз мына пілден қорықпаймыз. Жесең жей бер, себебі бұл пілдің ешқандай біз үшін құндылығы жоқ. Жедік және піл D5. Тура B8 және H3. Бұл жерде Жансая әрине көріп тұр. Мына пілдің мүмкіндігі шектеулі. Бүкіл сарбаздар қара түсте және Капабланка ережесі бұзылғаны туралы біз байқап отырмыз. Сол себепті піл И6 және ат D2. Мынақта көрсеңіздер болады, бұл деген novelty дейді, немесе N деген әріпті жаңалық дегенді білдіреді. Жедік және Ж6. Әрине Жансая ұнамайды, ат И4-ке келеді және F6-дағы пілге шабуыл жасалады. Б3, піл Ж7, А4. Маған жалпы А4 деген іс-әрекет аса ұнамады. Неге өйткені уәзір Ж5 біріншіден мына Д2-дегі атқа және Д5-тегі сарбазға шабуыл жасалады. Жедік, тура А6 және уәзір Д5. Біріншіден Құрманғалиева Лияның рейтингісі төмен, 1974, сен деген 2478-ге орталықтағы негізгі орталықтағы сарбазды бере салдың, мен үшін түсініксіз. Ат И4, әрине Жансая біледі аттың негізгі орталықтағы мықтылығын, сол себепті оны неге шығарады? F5 деп жүреді, қуып шығуға тырысады. Әрине, егерде атты D6-ға апаратын болсаңыздар, онда ол бұл жерде ұсталып қалатын тіліктері бар шығар. Өйткені D8 деп шабуыл жасасақ, ат деген ол жерде ұсталып қалады. Бұлай H6, F3, тура А8, жедік, сонымен А жолын басып алдық. Тура И1 және патша F7. Бұның ең басты мақсаты не? Мына И6, И7, И8 деген торларды бақылауда ұстау. Уәзір D2, Ж5. Бұл жерде атақты Штайнец ережесін есімізге түсірсек болады. Егерде орталық тұрақты болатын болса, онда сіздер деген емін-еркін оң қапталда немесе сол қапталда шабуыл жасасаңыздар болады. H4 мен үшін түсініксіз. Неге H4 деген іс-әрекет жасалды? Себебі бұл жерде Жансаяның мүмкіндіктері көбірек. H4, Ж4, әрине ат H2. Сонымен аттың жағдайы мүлдем нашар болып кетті. Бұл ат деген ешқандай іс-әрекетке қатыспайтын болды. F6, Жансаядан қорықпайды. Өйткені мына H4-тегі және тура H8 деген іс-әрекеттерге дайын. Бұлай жүрдік және H4. Сонымен H жолда ашылды. А8, Ж6. Штайнецтің сүйікті сөздерінің бірі патша өзін өзі қорғай алады. Дәл қазір піл И5 және бұдан қалай қорғануды мен түсінбей тұрмын әзірше. Бұлай F4 және піл И5. Осымен ойын аяқталды деген ойдамын. Шах және F7. Бітті. Міне осындай партия. Құрманғалиева Лияға не айтамыз? Испан қорғанысын сізге жөндеу керек. Д5-тегі сарбазды беруге болмайды. Және жалпы дебютті реттегеніңіз дұрыс болады. Өйткені сіздердің шешімдеріңіз осындай жағдайға алып келді. Каналдағы видео орындайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау саламат болыңыздар.